көшеде бір шал мен шал сорсу, еркек пен еркек сорсу деген бар ғой. Хуйня не ғой, хуйня. Сән ғой, сән. Бразилия, Рио үшін сән ғой. Қыздар бір әдемі емес болса бір жөн. Қыздар жоқ болса бір жөн, біле. Дүние құрықпағандай. Еркектермен еркектер жабысып жүретін ше. Жарайды да еркектер. Шалдар жабысып жүрген бір түрлі ше. Шалдар сорсып атқаны бір түрлі кен. Ебать, короче, Бразилияда ұрылар дохуя и больше ғой. Біз еще фавеланың жанындамыз. Мына жақта міне фавела тұр ғой. Терек неху. Мынандайыңды алады да көтіңді айып сігіп өтеді. Рио-де-Жанейрода именно фавеланың жанында бұл күнделікті тіршілік қой, короче. Дым таңғалатын нәрсе жоқ болып тұр ғой. Наручник тағылатыр қолына, ебай. Қолына Бразилия ғой, короче, Рио-де-Жанейрода. Қайтыңдар, тараңдар ма? Бәлі, біреумен паразан шығып кетші ме? Қатын тихат етіп атыр еді. Қатын тихат етіп. Егер өзінің қатын саған ұсынса, қатынды бір күнге ал деп ше, сені сыйлағанында, ондай сыйластығыңа рахмет. Сырттан по делу араласа берейік дейсің ғой. Жас қызық алып келсе сыйласса болады. Онен өтпей тұрған қатын маған тихат етіп. I am your hungry. La 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 la. Жас қыз алып келсе бір жөн ғой, сыйласуға болады да. Мауне қалай бір. My name is Thomas, first name is My name is Thomas, first name is Okay, I'm working from Angola, 100%. Бәлі, көкем жинап қалам, әңгелер жинап қалам. Арарила. Көкем болғанда? Көкем болғанда 25 жасым 25 деді. 25 ма жоқ, 48 ма? Пихать етмем, қай жерде пихать етем, жас қыз болса бір жын бар. Сосып кетуге дайын тұр. Сосып ақ кетейік деп тұр, сосып ақ кетейік. Сосып ақ кетейік деп тұрғанымызды тарт тұр ары, кет. Бір жер отельде ма? Ауылда бір есі тұрса да бар ма? Сегізсі жоқ, рахмет. Ондайға рахмет. Не көрмей атыр, көрейік та деген кемей тұр. Ондайға да кемей тұр. Кесе көресің? Сер көрмей. Пиздес болады. La 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 la. Зорлай ма? No, you are here, so hungry. You are here. Мына үйдің ішін көрейік. Окей, уйси, окей? Үйлерінің іші... Жаңағы елер топ қойған. Әжер сәл цивилийлау екен, оны кешкі ас дайындап атқан жерден тастап сыртқа шыққан ғой примерно. Мына шкафты айтса, мына шкафты айтса. Мына пердені айтса, ойбой, мына түрсүй дамбал бағы бір нәрсе жайып тұрған екен. В общем, пиздец қой мына жерден. Мына жерде ұйықтайды, не, пожалуйста. Мына жерде ұйықтайды. Маған қарама, есігін ашсам бар ғой, есігін көтеріп кетейін деп тұр маған. Есігін жүзуға жет жоқ маған.
Ана жерден келеді сама. Есің жоқ? Мына жер иісті айта алмайсың ғой шеше? Бәрі хуйня ғой нахуй. Иісті айтса сен нахуй. Ёп твоя мать. Ауызбен ба, бір көтпен демалатын жер ғой. Жатып көрейін десем бәлә, ауыр болып қалады ау мына жер. Қандай ауылға кіріп кет. Хуй, мына жер темек шекпесең болмайды мына жер. Бұлар күн қалай көреді деген сұрақ туындайды ғой, ақшаны қайдан табады? Мал асырайды, жаңағындай бір арақтау бір нәрсе, алкоголь сияқты бір нәрселерді сатады, сөйтіп күн көреді, короче, бұлар. Шегіңді қолға ұстатып жібереді ма? Аңғыр, ей, мынау кім болып қашейін ау? Ой. Ақыл көрді деймін да бұны. Жібере салайық. Шешесінен жібересін ба? Thank you. Efendim dua belakang berapa? You must give this lady. La. Okay, baby. It's one. This one is baby. Okay. Baby. Hello. This one. Hello. Yes, Hello. Okay, thank you. Namibia. Мамам ғой, екінші мамам. Африкандық мамам. Меме. Окей, thank you. Апам қалып кетті ғой мына. Братқа риза болдым мен, білем. Namibia. Братқа риза болдым мен. Далбай өп жүрген тазы. 100%. Апам қалып кетті ғой мына. Любой қыздың жоқ дегенде бір сәл далбайоптау бывшие болады екен да. Действительно, миының тоқтары арасында ажырап, замыкание бер, басы контакт етпей қалатын. В общем, сондай бір жетіспейтін бывший любой қызда болады екен да. Подарокты тек қана 8 март пен туған күніңе ғана беретін берсе, и то оны ойбай артынан міндетсініп желкеңнен шығаратын ше. WhatsApp'тан неше рет онлайн отқаныңды санап отыратын, барған жеріңнен тауып алатын, өзінің екінші нәскиі қайықта жатқан білмесе де, сенің кіммен қайда жүргеніңді біліп қоятын сондай бір маньяктау бывшилар болады екен да. Телефонның артынан бір еркектің дауысы шыға қалса, кім анау наху деп бір пиздес болып сігінетін шеге, өзін бір қатты опасный ма, решала бір бандиттау ма, в общем, мінезінің бар екенін искусственно көрсететін. Маған деп қояды, а так по делу келгенде кәдімгідей еріндері дір-дір еді, аузы құрғап, не айтып, не қойғанын білмейтін бәле ғой. Ашуланып ұрысқан кезде кәдім сені кім алады, сука деп қояды. Айтпесе өзінің көтіңнен қалмай жүргенімен шаруасы жоқ та. Ондайлар айтпақшы займ алғызып, Instagram паролін сұрағыш келеді. Бүкіл жерден блокқа тықсаңда Каспидан 100 теңге жіберіп блоктан шығарш деп жазып тұратын же. Делать не хуйма басқа. В общем, құрметті қыздар, осындай өзінің далбайоптығын романтикамен шатастыратын бывшиларыңды белгілеп кетсей.